Мына үлкен қызым ғой. Папа мені үйдің үлкені деп ұрсып жұмсай бермеңіздерші. Менде балалық шағым болсыншы. Менде махаббатқа бөленіп өсейінші дейді. Жоным. Қайда махаббатқа? Сөйтіп атсам мынау төртінші қызым. Бұл да менде деп еркелеп отыр. Сөйтіп ана аяқта екінші қызым, үшінші қызым ол да еркелегісі келіп отыр. Кендір, мына аяғыма жатып алыңдар да, сендер бүйтіп бастарын сипалап, бүйтіп. Ой, жандарым, шаршамаңдар, сендер мықтысыңдар ғой. Әлі алда қанша оқу, жұмыс, жауапкершілік сендердің мойындарында. Сол үшін қазірден бастап мықты болыңдар. Жыламаңдар, көңілдеріне алмаңдар. Өмірмен күресе біліңдер. Өмірмен. Сендердің аяқ қолдарың бар, денсаулықтарың мықты болды. Сендер бақыттысыңдар. Папа. Сендердің әке-шешелерің бар, баспаналарың бар, жүріп тұратын қаражаттарың бар, әке-шешеңде. Киімдерің тоқ, қарындарың тоқ. Так что сендерді қазір ешқандай проблем жоқ. Шүкір Алла, сансыз шүкір деп сабақтарыңды оқып, мықты болып, алда биіктерден көру, бастық болу, бай болу. Қазірде итақта байсыңдар ғой. Бір ақша байлық деп кетпеңдер де. Ол ой, молодец. Ақша байлық деп бір-біріңді кейін андай менсінбей кетпеңдер де. Ол ақшашы бүгін бар, ертең жоқ. Ол Шыңғысхан атамызға жетпеген байлық сендерге жете ме, бізге жете ме, ешкімге жетпейді. Так что адамгершілікті, сыйластықты ұмытпаңдар, қыздарым, жандарым. Бәрін жақсы көремін ғой. Үлкен болған кездеші папалар бүйтіп мамаларын, ата-апаларын басынан сипалағандарын қатты сағынасыңдар. Так что сендерде қазір армандарың жоқ қой, жандарым. Бүйтіп қазір бізді әке-шешеміз басымыздан сипайды, бірақ біз уже өсіп қалдық, дәу болып қалдық та. Сендер бірақ қазірдің өзінде ата мен апа бізді үйістіп сипалап тұрады. Шүкір Алла. Жан. Еркелеуге әр баланың құқығы бар. Жоқ. Еркелеп тұрыңдар. Еркелемесеңдер өмір қызық емес. Жаным. Күшіне. Мен де басым бітіп қойшыныш, үшіне дейді. Мен ана самаушке ата-апаға не үшін барып тұрам? Мен басымды сипалап тұрсын, бата беріп тұрсын деп барып тұрам мен. Мен со әке-шешеме барып бата алып, басымды сипалап тұрғаннан күш қуатым көп болады. Так что мен сендерді әке-шешелерің күніге бастарын сипалап тұрады, значит сендердің күніге күштерің көп болу керек.